Баршаңызға сәлем. Ангиопластика қазіргі кезде өте кең таралған процедура. Ангиопластика, басқаша айтқанда, тері арқылы жасалатын транскоронарлы ангиопластика деп аталады. Қысқаша айтқанда, біз мұны ПК деп атаймыз. Негізінен, ангиопластикаға дейін науқастар ангиограмма тестінен өтеді. Бұл жүрек қан тамырларындағы бітелуді анықтайтын тексеріс. Жүрегімізді қанмен қамтамасыз ететін үш қан тамыры бар. Алдымен ангиограмма жасалып, бітелудің пайыздық мөлшерімен таралуы анықталады. Егер белгілі бір аймақта бітелу 70-дан асса, онда ол бітелуді дәрі-дәрмекпен емдеуге болмайды. Ал 70-дан төмен барлық бітелулер дәрі-дәрмекпен емделе алады. Ал бітелуі 70-дан асатын науқасқа ангиопластика қажет болады. Ангиопластика кезінде науқас әдетте процедура өтетін күні ауруханаға жатқызылады. Мысалы, таңғы сағат 8:00-де. Содан кейін процедура шамамен сағат 10:00 мен 12:00 аралығында катетеризация зертханасының және басқа жағдайлардың қолжетімділігіне байланысты жасалады. Әдетте, бір ғана бітелуі бар қарапайым ангиопластика 40 минуттан 60 минутқа дейін уақыт алады. Ангиопластикада бұл процедура кілт тесік арқылы жасалады. Сондықтан оны кілт тесік хирургиялық процедурасы деп атайды. Негізінде, біз мұны интервенциялық процедура деп атаймыз. Ол екі жерден жасалуы мүмкін. Біріншісі, оң қолдың білегінен, яғни біз оны радиалды артерия деп атаймыз. Катетеризация зертханасында оң қолдың білегіндегі радиалды артерияға кішкентай пластик түтікше қойылады. Сол түтікше арқылы біз катетерді енгізе аламыз. Ол қан тамырының бастауына дейін жетеді. Сол катетер деп аталатын түтікше арқылы сым өткізіледі. Ол зақымданған жерден өтеді. Содан кейін баллон сол сым бойымен бөгілген жерге дейін жеткізіледі, және ол сырттан үрленеді. Бұл бірінші қадам, мұнда бітелуді баллон арқылы емдейді. Содан кейін бізде коронарлық стент деп аталатын стент бар. Оны дәрімен қапталған немесе дәрі шығаратын стенттер деп атаймыз. Ол тор тәрізді, өте кішкентай, қалыңдығы 80 микрон немесе 60 микрон ғана. Яғни, бұл өте жұқа, тор секілді құрылғы. Ол баллонға орнатылады. Яғни, ол баллонға қысылып, зақымданған жерге жеткізілгенде, баллон үрленеді де, стентті кеңейіп, қан тамырына жабысады. Яғни, айтқанымдай, оның қалыңдығы бар болғаны 60-80 микрон ғана. Сондықтан бұл өте жұқа құрылғы. Имплантациядан кейін баллон, сым, катетер, бәрі жүйеден алынып тасталады. Ал коронарлық стент қан тамырының ішінде өмір бойы қалады. Кейде өте күрделі және озық ангиопластика жасауға тура келеді. Ондай жағдайда біз оң жақ шап арқылы кіреміз. Негізінде, бізде феморальды артерия деп аталатын артерия бар. Сол жерге күрделі ангиопластика үшін үлкенірек диаметрлі түтіктер мен катетерлер қоямыз. Күрделі ангиопластика жасалатын науқастар, бұл шунттау операциясынан кейін қайтадан бітеліп қалған науқастар. Сондай-ақ тек холестерин жиналуы ғана емес, сонымен қатар кальций, холестеринді бітелудің үстіне жиналған, қатты кальцийленген бітелулері бар науқастар. Ал кальций өте қатты зат болғандықтан, егер кальций көп болса, стентті кеңейте алмаймыз. Ондай жағдайда біз арнайы процедуралар жасаймыз. Төрт түрлі процедура бар. Біріншісі, ротациялық атеректомия. Мұнда алмаз ұштық бар. Ол қан тамырының ішінде 180 мың рет айналып, кальцийді өте ұсақ бөлшектерге 8 микроннан да кіші етіп сақтайды. Ол біздің қызыл қан жасушаларымыздан да ұсақ. Содан кейін біз баллонды қолданып, әрі қарай стент қоямыз. Соңғы бір жылда пайда болған және қазір жиі қолданатын тағы бір құрылғы орбиталық атеректомия. Бұл айналмалы құрылғы. Жердің өз осында және күнді айналып қозғалатыны сияқты. Оның да екі айналымы бар, және ол қан тамырының ішінде минутына 80-00 айналым жасайды. Мұнда да кальций ұсақ бөлшектерге бөлінеді, бірақ бұл құрылғы үлкенірек, тіпті терең орналасқан кальцийді де кесіп тастай алады. Тағы бір құрылғы интраваскулярлы литотрипсия деп аталады. Мұнда литотрипсия соққы толқындарын шығарып, кальцийді сындыратын әдіс. Яғни, бұл кальцийлі бітелулерге қазіргі кезде қолданылып жүрген үш маңызды құрылғы. Сондай-ақ созылмалы толық окклюзия деп аталатын ерекше артериялық зақым бар. Мұнда науқаста уақыт өте келе жүз бітелу дамиды. Мұндай бітелулер өте қатты болады. Бұл жерден өткізгіш сымды өткізу және зақымды тесіп өту өте қиын. Осындай жағдайда біз арнайы сымдар мен баллондарын қолданамыз. Мұнда қатты сымдар пайдаланылады. Содан кейін бітелу арқылы өтіп стент қойылады.
Сондай-ақ басқа да күрделі зақымдар бар. Оларды бифуркациялық зақымдар деп атайды. Мұнда бітелу тек негізгі тамырда ғана емес, тармақтарында да болады. Егер тарма үлкен болса, біз екі бітелуге де екі стенд қоюымыз керек. Және қан ағымын сақтау үшін бір стендті басып, жаншып қоюға тура келеді. Міне, осындай өте күрделі және дамыған зақымдарда біз ішкі коронарлық бейнелеуді қолданамыз, яғни катетер өткіземіз. Мысалы, тамыршілік ультрадыбыстық зерттеу, немесе оптикалық когерентті томография, АКТ. Катетерлер арқылы олар қан тамырының ішкі жағын суретке түсіреді, және бізге бітелудің неден тұратыны туралы ақпарат береді. Бұл дәлдік ангиопластикасы деп аталады. Мұнда біз стендті орнатып, оның жүрек қан тамырларына жақсы жабысып тұрғанына көз жеткіземіз. Осы дәлдік ангиопластикасы мен күрделі ангиопластика арқылы науқасқа ота жасаудан аулақ болуға болады. Дегенмен кейбір зақымдардың табиғатына байланысты бізге әлі де шунттау операциясы қажет болады. Сондықтан шунттау операциясы емдеудің өте маңызды бөлігі болып табылады. Осы дәлдік ангиопластикасын жасау арқылы біз қайтадан тарылудың, рестеноздың алдын ала аламыз. Негізінде, біз осы стенттердің қандай жанама әсерлері бар екенін де білуіміз керек. Стенттерде қайтадан тарылу көрсеткіші шамамен 2-4 құрайды. Яғни 100 адамға стент салынса, олардың 2-4-ында қан тамырында баяу өсетін зақымдар пайда болып, қайтадан бітелуге әкелуі мүмкін. Бұл құбылыс рестеноз деп аталады. Бірақ бұл бітелулер баяу дамиды. Олар жүрек талмасы сияқты жағдайға келмей. Оларды қайтадан арнайы процедура, дәрімен қапталған баллон имплантациясы арқылы емдеуге болады. Сондықтан ангиопластика туралы білуіміз керек негізгі нәрселер осылар. Рахмет.